Ал қайырлы кеш достар, бізде қазір лайф сессияның уақыты жүріп жатыр. Әзірге сигналдар берілмейді, қазір бір 10-15 минут өткесін ғана беріледі. Бірінші біз не істейміз? Биномо платформасы осылай ашылады, компьютер ноутбукпен кірген кезде, телефонмен кірген кезде осыған ұқсас ашылады. Так, біз бұл жерде қазір не істейміз? Бұл платформа, кәдімгі терминалы, биномоның терминалы. Бұл жерде торговля жасау өте оңай. Бұл жерде сигналдарды біз шетелдік трейдерлардан аламыз, Америкадағы трейдерлардан аламыз. Міне үстіңгі жағында бұл жерде валютный паралар, бұл жерде басқа вебинарларда көрсетіп кеткендей, валютный паралар не дегенімізде, бұл валютный паралар бұл кәдімгі рынокта болып жатқан, нарықта болып жатқан ценасы, кәдімгі валютный паралардың курсы, яғни мысалы мынау GBP USD дейді. Великобританский фунтпен кәдімгі өзіміздің доллар, соның курсы қазір. Мынау австралийский доллар мен канадский доллардың курсы деген сияқты. Мынау кәдімгі евро мен доллардың курсы. Так, бұл жерде қазір біз биномода айтып өткендей үстіне немесе астына өзіміздің анализімізді, болжамымызды жасап, 74-80%-ке дейін салған инвестициямызға доход алып отырамыз. Қазір сигнал маған мысал ретінде былай келеді. Үстіне валютный параларды көріп тұрсыз. Мына жерде уақытты көріп тұрсыз. Уақыт тұрады. Ал мына жерде үстіне болса жасыл, астына болса қызыл стрелкалармен. Қазір мысал ретінде ауткатқа сигнал келсе, мен былай айтамын. Ауткат, кейін уақытын айтамын. Бірінші ауткат дейді, валютный параны айтамын. Одан кейін уақытын айтамын. Мысал ретінде 22:14 деймін. Сіздер ауткат дейді, валютный параны іздеп табасыздар, кіресіздер. Уақытты 22:14-ке қоясыздар. Кейін мысалы ретінде үстіне десем, мына жасылды басасыздар. Ал төменге десем, мына қызылды басасыздар. Болды, осы 3 қадам жасау арқылы уже доходтарыңызды, пайдаларыңызды алып отырасыздар. Мысалы ретінде мен былай тез айтуым мүмкін. Out USD 22:14 төменге. Сіздер енді не істейсіздер? Сіздер out USD дейтін валютный параны іздеп табасыздар телефондарыңыздан. Уақытты мен 22:14 десем, 22:14-ке қоясыздар. И сразу мына төменге десем қызыл кнопканы басасыздар. Болды, басқа еш қиындығы жоқ. Жұмыс барысы осылай жүреді. Әзірге бізде трейдеріміздің осы жерде лайф сессиясы кетіп жатыр. Әзірге бастап жатқан жоқ. Бұл бастаған бойдан бізде бастайтын боламыз. Жаңағы нені айтып жатқан кезде бар ғой, курстармен уақытын айтып жатқанда, если үлгере алмай қалсақ, неше минуттың аралығында можно қайта обратно істеуге? Сіздер сол 3-4 секундтың аралығында үлгеріп қалуларыңыз керек. Бір кезде мысалы цена мысалы осылай болуы мүмкін. Риск үстіне көтерілуі мүмкін, біз қоятын жерге риск бір 2 секундтың ішінде түсіп кетуі мүмкін, ұзақ аралыққа түсіп кетуі мүмкін. Ол кезде сіздер сделканы ашпайсыздар. Ол кезде мен ескертемін. Вот көбіне бірақ бізде бір орында тұрады цена көбіне. Бірақ кей жағдайлар болады, цена риск астына түсіп кетеді, либо риск үстіне кетіп қалады. Ол жерде үлгермесеңіздер, лучше ашпай қойған жақсы сделканы. Мен айтамын, примерно бір 2-3 минут қазір стратегиясын өзгерті трейдеріміз. 2-3 минут қана бізде сделканың уақыт солай болады. Мысалы 22:12 болса, осыған 3-ті қоссаңыз 22:15. Ол 2,5 минут болады. Көріп тұрғандарыңызды уже валют рынокқа кірді кәдімгі. Уже енді басталады жай-жайлап. Евро USD дайындаламыз. 468 екен. Евро доллар 22-28. 22-28 төменге. Евро доллар 22-28 төменге. Евро USD дейтін валютный пара. Уақыт 22-28 төменге, яғни қызыл. Әзірге нормально кіріңіздер. Так, тағы сделка ашам дейтіндер ашса болады, 22:31-ге қойып төменге. 20 секундтан кейін сделка белгілі болады. 10 секунд. Возврат. Плюс болды да? Плюс. Енді де плюс болды. 795-тен тағы.
Достар, евро юзі тағы 22 примерно. 22-36 төменге тағы алайық. Евро юзі 22-36 енді осы сделка. Төменге аламыз тағы. Евро юзі дәл жаңағы валютный пара. Төменге аламыз. Вот менде екіншісі плюсқа жабылды. Төменге 22-36 евро юзі. Дәл жаңағы евро юзі дейтін валютный пара. Мына қызыл кнопка уақыт 22-36. Менде 2 плюс әзірге. Biz 4, 3, 2, 1. КБП JPY 22-48 жоғарғы жасыл. КБП JPY енді алмай тұрыңыздар. Тағы түсіп жатса алыңыздар. КБП JPY 22-48 жоғарғы. Менде 4-ші плюсімді алдым. 4-ші сделка уже бізде плюс болды. 354 да. КБП JPY тағы 22-54-ке жоғарғы алыңыздар. Жасылды басып. КБП JPY-ға. Уақыт 22-54. Жоғарғы алыңыздар. Жасылды басып. 15 секунд уақыт қалды. Цена бізде әзірге риск астына түсіп кетті. Менде плюс, минус. Білмеймін, бірақ әркімде әртүрлі. Так, сонымен достар, бізде лайф сессия аяқталды. Бүгінгі результат 4-1. Кейбіреулеріңізде 3-1 болуы мүмкін, 3 плюс, яғни 1 минус дегендей. Именно менің өзімде 4 плюс 1 минус ғана болды. Енді жұмыс барысы өте түсінікті болды деп ойлаймын. Запись жүрдім, мына жақта енді YouTube-қа шығатын болады. Жұмыс барысы көріп отқандарыңызға өте оңай, бір 2-3 күнде үйреніп кетуге болады. Примерно шотымызға тағы бір қанша бір 30% дейма, 40% дейма біз прибыль әкелдік. Бұл өте жоғары көрсеткіш болды соңғы 3-4 күндегі. Так, сонымен осы лайф сессиямыз аяқталды. Лайф сессиямыз 1 сағатқа дейін созылды. Жұмыс барысы негізі осылай жүретін болады. Мен запись тоқтатайын.